Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: қазақстандық ғалымдардың археологиялық жаңалықтарын білу. Есік обасынан табылған алтын адам археологиялық олжасының ерекшеліктерін анықтау. Ежелгі тайпалардың дүниетанымын сипаттау. Сабақтың мақсаты: археологиялық жаңалықтың ашылу барысын айту. Алтын адамның кім болғанын анықтау. Тарихи олжаның дүниетанымдық мәніне қорытынды жасау. Тақырып бойынша оқушыларда ой қозғау мақсатында таза тақта әдісі қолданылды. Оқушылар тақтаға ілінген есік обасынан табылған суреттерді алып, онда жазылған сұрақтарға жауап берді. Ең маңызды сұрақтарға жауап бере отырып, тақырып бойынша шолу жасалды. Келесі тапсырма картамен жұмыс. Есік обасынан табылған алтын адам археологиялық олжасы Қазақстан территориясынан басқа да алтын адамдардың табылуына жол ашты. Сондықтан бұл тапсырмада оқушы Қазақстаннан табылған барлық алтын адамдардың орнын картаға белгілейді. Интерактивті тапсырма Learnings App платформасы арқылы орындалды. Келесі тапсырмада есік обасынан табылған алтын адамның кім болғанын анықтау және тарихи олжаның дүниетанымдық мәніне қорытынды жасау мақсатында оқушыларға алтын адам туралы тұжырымдар жазылған кесте ұсынылды. Оқушылар ол тұжырымдарды талқылай отырып, дұрыс немесе бұрыс екенін анықтады. Әрі ол тұжырымға түсініктеме беріп, обадан табылған әрбір бұйымның жерлеу рәсімінің ежелгі тайпалардың өмірі мен наным-сенімдерінің белгісі деген қорытынды жасады. Дұрыс не бұрыстығын анықтап болғаннан кейін балалар өздеріңе бір тұжырым жазып, оны жариялайсыңдар. Мен оқиын, сендер тыңдарыңдар. Алтын адамның киімі, жерлеу рәсімі, жетісу жерін мекендеген патша немесе ханзада екенін көрсетеді. Ойланайық, тамаш жоқ па? Не себепті олай айтасың? Біз патшаларды құрметтегеннен оны жебеніңізді үстіне алтынмен қашап, қару-жарақтан қасына қоямыз және де артып өлтіреміз да, сосын оны да қасына жатқызып қоямыз. Дұрыс, жақсы. Міне алтын адам есік обасынан табылған, оны ашып қазған зерттей келген кезде, оның барлығы оның кәдімгі құрметпен, ерекше құрметпен жерленгенін көрсетті. Өйткені көшпелілер сақтар өздерінің патшасын өздерінің құдайына теңеген. Ол міне жарайсың. Келесі тұжырым: алтын адам бұйымдары алтыннан жасалған. Безендірулерде әйелдер бейнесі бейнеленген. Жасмина? Жоқ, себебі алтын адамның бұйымдарына алтыннан жасалған, бірақ әйелдердің бейнесі бейнеленбеген. Ода ақ құстардың бейнеленбеген. Аңдардың бейнесі. Жаңа айттық қой, барлық бұйымдар. Олар сол дүниетанымын білдіреді балалар. Олардың барлық бұйымдары олардың дүниетанымын қандай екенін білдіреді. Наным-сенімдерінің қандай екенін білдіреді. Тақырыпты қорытындылау үшін қос жазба күнделік толтыру әдісімен оқушылар есік обасынан табылған алтын адам туралы не білетінін және несімен таңғалдырғанын жазды. Ойларын ортаға салып, талқылау барысында көшпелілерде өзіндік дүниетаным мен мәдениет болған деген пікірге келді.